Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте оңай, өте тез дайын болатын медовый тортын дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпа. Толық керек заттарды төменге жазып қоямын. Алдымен жұмыртқамызды бір ыдысымызға жағып алатын боламыз. Жұмыртқамыздың бәрін шағып алған соң, үстіне қант салып, жақсылап араластыратын боламыз. Егер сіздерде бұндай араластыратын болмаса, жай ғана вилкамен де бола береді. Бұны араластырып дайындап қоятын боламыз. Кезекте газымызге бір ыдысымызды қойып, осылай балымызды салып, үстіне ас содамызды салып, астын жай отпен осылай күйдіретін боламыз. Тез қозғап тұру қажет, егер тоқтап қалсаңыздар, асты күйіп кетеді. Менде уже түсіміз дайын болды. Осындай болғанда газымызден алатын боламыз. Енді дайындап қойған жұмыртқамыздың үстіне балымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызбен де араластырып, осындай қою болу қажет. Бұдан қатты да болмау керек, сұйық та болмау қажет. Енді дайындап қойған осындай пергамент қағаздарымызға осылай құйып шығамыз. Егер сіздерде пергамент қағаз болмаса, жай ғана А4 қағазына да істеуге бола береді. Алдын ала барлығын құйып дайындап алдым. Менде 5 корж болды. Енді бұны 200 градуста 5-10 минуттан пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі, қыздар, күйіп кетпеуін қадағалап отырыңыздар. Корждарымыз піскенше кремін дайындайтын боламыз. Салқын сүтке қантымызды, жұмыртқамызды, ұнымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң, газымызге қойып, жай отқа қойып, қозғап тұру қажет. Тез әйтпесе іртік болып қалады. Осылай менде 10-15 минутта қайнады. Осындай қоюлықта болды. Міне қасықпен көрсеңіздер, осындай сұйықтықтағы болады. Бұл салқын болған соң, осылай қатып қалады. Енді үстіне газымызден алған соң, креміміздің үстін пакетпен осылай жабыстырып, жауып шығатын боламыз. Үстіне бұлай қаймақ жиылып қалмайды, сонда біркелкі болып тұрады. Осылай салып, салқындатып қоямыз. Менде корждарымыз пісті, барлығы пісіп шықты. 5 корж, кішкене болды 5-шісі. Енді мына шеті қисайып қалған жерлерін әдемілеп біркелкі етіп кесіп шығамыз. Ал кескеннен қалған жәңелдегі 5-ші коржымызды осылай майдалап алатын боламыз. Теркамен майдалауға болады, қолдарыңызбен майдалауға болады. Менде кремім осылай болып шықты. Суыған соң осылай қою болып қалды. Листімізді алып, тортымызды теретін боламыз. Ең алдымен астына аз ғана крем жағып жібереміз, жылжып кетпеу үшін. Енді корждарымызды теріс жағын осылай төңкеріп қоятын боламыз. Кремімізді барлығына біркелкі жағып, осылай тортымызды теріп шығамыз. Менде барлығын теріп алдым, үстіне, шетіне бәріне жақтым. Енді жәңелде үгітіп алған коржымызды сеуіп шығатын боламыз. Өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Балаларыңызға пісіріп беріңіздер, отбасыларыңызға пісіріп берсеңіздер, өте қуанып қалады деген ойдамын. Қыздар, менде тортым уже дайын болды. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер осы видео сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.